Әлемді кроссоверизация жаулап жатыр. Қазіргі тұтынушыға не керек? Асты биік, толық жетекті, сәнді дизайн болса болды. Оның барлығын Хавейл Jolion беріп жатыр. Дегенмен, бұның да кемшіліктері жоқ емес. Алматыдан ассалаумалейкум, есімім Марк Диксон. Көптен күткен шолуды бастаймыз. Jolionның екінші есімі хром сияқты, себебі төбесінде, ортасында, астында және алдында да барлық жерде хром детальдармен қапталған. Дизайнына келейік. Түрі жалпы тартымды. LED фаралар, мынандай бампердегі фальштор. Бұның барлығы қазіргі заманауи стильге сәйкес. Артында бумеранг тәріздес LED шамдарынан бөлек сіз үлкен әріптермен Хавейл деген жазуды байқайсыз. Себебі Қазақстан нарығына қытайлық өндіруші енді бастапқы модельдерімен кіріп жатыр деп айтсам болады. Жалпы бұл не? Крета ма немесе Туксонмен салыстырамыз ба? Менің ойымша бұл сол екеуінің арасындағы бір орташа модель. Себебі Кретадан үлкен, ал Туксонға әлі бірталай жетпейді. Бағасы жағынан да ортада орналасқан. Тест-драйвқа берілген нұсқада ең толық комплектация 4WD жүйесімен 13 миллион 90 мың теңге тұрады, ал ең төменгісі 9 миллион 200 мың теңге. Бұл баға қаншалықты тұрақты болатынын болашақта көре жатармыз. Егер көшеде Jolionды кездестіріп қалсаңыз, толық комплектацияның белгілерін 18-дік дисктермен және кілтсіз ашу жүйесінен байқауға болады. Салонда вау-эффект жеткілікті. Мына бір интерьердің материалдарынан бастасақ та, бұл жерде комбо түсті орындықтар, 12 дюймдік үлкен экран, мультируль. Мына бір шайбаның түрін қараңызшы, бриллиант тәріздес. Қысқаша айтқанда, мақтанатын заттар жеткілікті. Технологиялық тұрғыда Хавейл өте бай жабдықталған, сондықтан барлық басқару органдары осы Android жүйесінің ішінде орналасқан. Егер сіз мына бір вкладкаға кіріп қарайтын болсаңыз, қауіпсіздікке бағытталған ассистенттердің барлығы осының ішінде көрсетілген. Осы жерде жақынырақ таныстырып кетейін. Ең біріншіден жол апатынан сақтау, жолақпен соқыр аймақтарды бақылау және белгілерді анықтау жүйесі бар. Ең бастысы маған ұнаған ол графика өте жоғары деңгейде жасалған. Бөлек айтатыны камера. Осы батырманы басқан сәтте сізде 360 камера экранға шыға келеді және оның да детализация дәрежесі өте жақсы. Қараңыздар. Америкалық көліктерде ерте заманнан бастап қорап селекторы мына жерде рычагпен орнатылатын. Хавейлда басқа жолмен кетті. Ол минимализм, шайбаны орнатқан және басқа ештеңке жоқ. Бұл сіздің жолаушыңызға ыңғайсыз болады. Себебі орындықты жылтайын десе, немесе музыканың дыбысын ұлғайтып кемейтейін десе, ешқандай батырма таппайды. Артқы қатарда екі жолаушы жайбарақат жайғасуға мүмкіндік бар. Бұл жерде стакан қойғышпен екі USB порттан бөлек жылыту жүйесі және ол 3 сатылы. Айтпақшы, менде жеке басымда алдын Hyundai Elantra деген көлік бар еді. Ол бастапқы комплектация болғасын, мынандай қалталар да орнатылмайтын өкінішке орай. Әрбір әрекетпен әрбір қадам мүмкіндіктер беріп кетті маған. Қателік оттегі қалдырма өкпені. Небір қиындықта кейбір адам шыдамастан көбірек құлаған. Бәрі де өтпелі қалдырма өкпені. Оң қолыңызды демалдыруға қоятын шынтақ тіреуіштің материалы өте жұмсақ. Ол әрине ұнады, бірақ ұнамағаны 1 литрлік бөтелке бұл жерге сыймайды. Егер ішін ашып қарайтын болсаңыз, тереңдігі бір 0,5 жарты литрлік бөтелкеге ғана арналған, одан артық сыймайды. Жалпы не? Электрондық көмекшілердің әсері. Егер сіз жолда кетіп бара жатырып, байқамай жолыңыздан шығатын болсаңыз, рөліңізді қайта орнына әкеледі. Бұл бірінші басында енді жағымсыз сезім, бірақ кейінірек үйреніп кетесіз. Жалпы авто өндірушілер соңғы кезде қауіпсіздік бағытында үлкен жұмыс атқарып жатыр. Сондықтан да Jolionда ең көп жүйелер орнатылған, одан бөлек шанақтың өзі де бір күшті металдардан жасалған. ASMR дегеніміз не? Ол жалпы айтқанда есту және мынандай бір тактильді сезімдерге байланысты. Қараңыз. Бұл біздің поворотниктің дауысы. Бұл маған жағып тұрған жоқ. Бірақ егер сіз мына
стакан қойғыштардың қақпағын ашатын болсаңыз, өте жұмсақ, былайынан жайлап, асықпай ашылады да. Яғни бұның моторикасы әдемі, ал бірақ поворотниктің дауысы онша емес. Жүректің жарасы да, бәрібір бәріне шуда. Ақыр жиынтығына келгесін айта кетейін. 3 комплектация бар. Алдыңғы жетектілер 1.5 турбо 143 атпен жүрсе, толық жетектілері сол 1.5 көлем, бірақ 150 аттың күшімен. Омен қосса 7 сатылы робот жұмыс жасайды. Тағы бір кемшілігі ретінде мен байқағаным, егер моторға май құятын жағдайда сізна қақпақты шешіп, мына жерге турлау керексіз. Жүк салғыш өте қарапайым, ештеңке жоқ, көлемі де үлкен емес сияқты. Сондықтан мүмкін барлық интернет ресурстарда 1130 литр деп көрсетеді. Бірақ шатаспаңыздар, ол артқы орындықтар жатқан күйінде. Ал стандартты тұрғыдағы көлемі ешқандай жерде көрсетілмеген. Ал егер астын қарайтын болсақ, барлығы әдеттегідей запаска, инструменттер, басқа ештеңке жоқ. Енді ең басты мақтанатын ассистент ол тұраққа көмектесетін. Мына бір батырманы бассаңыз, көлік өзі орын іздеп бастайды. Мінекей тормоз бастайды. Және 2 секунд ұстап тұрсаңыз, ары қарай өзі автономды режимде орын тауып, сол жерге қазір әрине ең қорқынышты сәт болып тұр мен үшін. Біреудің машинасы болғасын уайымдайсың, бірақ электроникаға сенуге болатын сияқты. Бісміллә, әйтеуір соғып алмаш біреудің машинасы. Жаным әшейін. Болды. Әркімнің көзқарасы әртүрлі әрине, бірақ маған жалпына Android'тың стилистикасы жағымсыз. Енді былайша айтқанда фанат емеспін, бірақ осы ситуацияны Apple CarPlay жүйесі құтқарады. Қараңыздар, қаншалықты сәнді, стильді болып өзгеріп кеткеніне. Былайна музыканы қойып, рахаттанып, сторис түсіре бересіз ары қарай. Көлік таңдағанда ең бастысы мотор мен қорап қалай жұмыс істейтіні. Шанақ жұмсақ па, қатты ма, сол ең керегі. Және Jolionның жағдайы өте қиын, себебі сіздің достарыңыз жоқ, оны алдын айдаған сұрай салайын десеңіз. Біздің мақсатымыз осыны жеткізу. Jolionды 2 күн бойы тізгіндеп мен бірнеше заттарын байқадым. Ең алдымен ол жұмсақ, 18-лік дөңгелектеріне қарамастан және компакт шағын размеріне қарамастан жақсы жүреді жолда. Ең болмағанда Алматының ішінде сіз комфортты сезінесіз өзіңізді. Енді мотордың тартысы жеткілікті ме? Иә, әрине. 1.5 турбо бұл өзіне нағыз сай келетін күш. Я аз емес, я көп емес. Бірақ қорапқа сұрақтарым бар. Стандартты режимде, яғни сіз көлікті оталдырып, дыға салдым деп кете беретін болсаңыз, қаланың ішінде шамалы кешігіп жұмыс жасайтын сияқты. Сондықтан мен кейбір сәттерде спортқа қойып жүрдім. Сол кезде газ педалі қаттырақ, тезірек реакция қабылдайды және зу етіп кіріп кете бересің. Тағы бір қорапқа байқаған жайтым, егер сіз Jolionмен артқа беріп тұраққа қойын деп жатсаңыз машинаны, сіз естуіңіз мүмкін дифференциалдың қалай тістеніп жұмыс істеп жатқан. Себебі алдыңғы артқы дөңгелектер әрқайсысы әртүрлі жұмыс істейтін сияқты. Бұл жағымсыз сезім. Оны мен камерамен ешқалай енді жеткізе алмаймын, бірақ естисіз немесе сезесіз. Саймандар аспабы да экраннан жасалған. Ол жерде стандартты көрсеткіштер, ал жылдамдықтың көрсеткіші осындай цифрлы түрде жасалған. Егер ол да жетпесе, алдыңғы терезеде проекциялық дисплей бар. Осындай Алматының кептелістерінде тұрғанда ең ыңғайлы функция ол әрине автохолд. Сіз тормозды тереңдеу басып жеріп, аяғыңызды бос ұстай бересіз. Жүретін сәтте ғана газға бассаңыз болды, көлік өзі жүріп кете береді. Айтпақшы, көлікті айдау барысында менің енді бойым аласа болғасын, кейбір кезде қолым жетпей қалады. Себебі бұл рөл тек қана жоғарға немесе төмен бағытта реттеледі, ал алға артқа реттелмейді. Орындықта да сондай бір жағдай, поясничный подпор болмағандықтан отыру кейбір кезде ыңғайсыз, дискомфорт. Бірақ оған қарамастан енді
жүргізушінің орындығы бірнеше бағытта электро реттеледі, ал бірақ жолаушынікі механика. 13 миллион 90 мың теңгеге жолаушының орындығы электро реттелу керек па, немесе механикада бола ма? Комментарийда жазып кетіңіздер соны. Дыбыс изоляциясы. Мен енді бұл жерде Hyundai Elantraмен салыстырам міндетті түрде, себебі маған ол сезімдер әлі есімде. Бұл көлікте 1300 шақырым ғана жүрген, яғни жап-жаңа. Elantrada гүлдеп тұратын бір дауыстары бар еді аркасынан, яғни дәл сол дөңгелектің дыбысы шуылдап, гүлдеп келетін. Ондай Jolion'да байқамадым. Осы шолуды Алматының қақ ортасында аяқтағанымда бекер емес. Jolion'ның нағыз өмір сүру аймағы осы қаланың тар көшелерінде. Балдарды мектепке апарып келу, өз шаруаларыңызбен айналасуға. Jolion'ның статусы тоқал мобиль деген атқа ие болмайды деп ойлаймын. Себебі қазіргі экономикалық жағдайда қандай да жаңа көлік мінсеңіз жарасымды болуы мүмкін. Себептерін өздеріңіз де білесіз. Ойымды түйіндейтін болсам, қаланың ішіне жақсы вариант болады. Сұйық отынды үнемдейтін 1.5 мотор, асты биік клиренс және компакт размерлер қалаға әрине маңызды. Енді сенімділік жағынан қытайлық көлікті бірнеше жылдан кейін біле жатамыз, қаншалықты ол төзімді продукт болып шыққанын. Сіздермен болған мен Марк Диксон, Хавел Jolion.